Белгілі және белгісіз сайрам. Тарихы сонау ерте заманды қамтитын мекенде сіз бен біз біле бермейтін қасиетті жерлер көп. Асыл дінімізді алғаш таратқан ұстаздардың кейінгі кезеңде сақталған кесенесі де тұр. Рухани құндылықтардың болашағын дәріптеуде Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан кезіндегі Исфир жапқа бүгінде көңіл керек. Мәдениет министрлігі тарапынан тиісті зерттеулер ұйымдастырып, тарихи орынға айналдыру идеясын дамытса, жер жаһаннан жалпы жұртты жарнамасақ тартуға болады. Әзірге визит Шымкент орталығының мамандары сансыз баптарға мекен болған сайрамның әлеуетін арттыруға қадам жасап, туризм тұрғысынан дамытуды мақсат еткен. Әлбетте бұған Асхат Орал басқарып отырған министрлік пен қала әкімдігінің де қолдауы керек. Ол жерде үлкен тарих жатыр. Үлкен тарих болғанда сонау соңғы қазіргі кезден бастап, қазіргі сайрамның үстінде жаңа қала тұр ғой. Соның кезінен бастап астына дейін, яғни 9 ғасырға дейінгі деңгей көрсетуге болады. Оны жақсы, грамотно дейді ғой, жаңағыдай тематикалық жоспарын ойластырып, сөйтіп талқыға салатын болса, ол жақсы туристік кластерді дамытатын бір орталық, сайрамдағы орталығында сондай центр болып қалуы мүмкін. Әдетте Қожа Ахмет Яссауиге қадам баспай тұрып, сайрамда жатқан ата-анасы Ибрагим ата мен Қараша Шананың кесенесіне барып, тағызым жасап, отырардағы Арыстан бабқа жолай кіріп, Түркістаннан шығу жазылмаған заңдылық болатын. Ал Әбділәзіз, Махмудхан, Салық Қожа, Мірәлі баб, Мариям ана құрметіне тұрғызылған кесенелер туралы білетін бедіңіз? Қызыр пайғамбар мешітінің мұнарасы ше? Міне, тарих қайда жатыр? Визит Шымкент туристік орталығының да көздеген осы. Рухани орындардың қасиетін танытып, қауым болып қолға алып, бұл жерлердің даралығын көрсету. Жалпы көп адамдар біле бермейді. Біріншіден сайрам Шымкенттен 15 шақырым жерде орналасқан жер. Шейх деген жалпы үйретуші, оқытушы, ұстаз дегенді білдіреді. Біздің мақсатымыз осы туристердің санын көбейтіп, осында жаңағы сайрамды жаңа қырынан ашса деген. Ибрагим ата кесенесінің қасында Махмудхан баба шейхке арналған күмбезді кесене бар. Асыл дінімізді осынау мекенге таратқан жарқын ұстаздардың бірі. Салық Бабахан кесенесі де жол бойында. 8 ғасырда өмір сүрген Әбділәзіз бабқа да 13 ғасырда Әмір Темір арнайы зиярат жасап келіп, кесене тұрғызды деген дерек бар. Кесененің қазіргі қалпы 18-19 ғасырға тән. Ал Қызыр мұнарасы өткенімізді жаңғыртуға жарқын жол апарар бірден бір орын. Мұнан өзге сансыз баптар мекені саналған сайрамда тарихи орындар жиынтығы көп. Осына орындарды туристік бірізділікпен дамытуды назарға алған визит Шымкент көз көріп жүрген құндылықтарды сақтап қалсақ дейді. Халық білсін, келсін, көрсін, тек қана зиярат жасамай, сондай жаңағы туристік потенциалы көтеріле берсін, жоғарылай берсін деген біз міндетпен, мақсатпен осы жерде сайрамға экспедиция жасап жатырмыз. Дәл осы сайрам жерінен археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған артефактілер қазір Шымқала тарихи кешенінде тұр. Ал ашық аспан астындағы мұражайдың бүгінгі халін көтерген кәсіби гид, өлке танушы Владимир Привалов кешенге шаруашылық басқарушы қажет дейді. Өйткенді қолда бар алтынның құнын жоғалтып алу қаупі тұр. Тарихи деректер негізінде қалыпқа келтірілген орындарды әрі қарай дамыту ісі сол күйі тоқтап қалған. Ну вот туристы, которые к нам едут, мы же не можем их считать, извините за выражение, за дурачков, потому что они, прежде чем сюда приехать, они ознакомливаются, ну да хоть куда, они ознакомливаются с историей, там, по всевозможным, значит, буклетам, всевозможным справочникам. Более того, мы соседствуем с такими регионами, как Самарканд, Бухара, Хива, тот же самый Ташкент, где к вопросу реставрации, консервации и сохранения памятников истории подходит очень щепетильно. То, что мы сегодня имеем на цитадели, ну, я не считаю, скажем так, это за научную реставрацию. Там вот все раскопки, которые были проведены в течение, по-моему, 2 лет, да, вы работали, или 3 года? 3 года, да. Они пока что не музеифицированы. То есть нет навесов. Хотя там есть что показать. Опять же таки, вот уникальные вот эти наши шымкентские средневековые улочки, пусть даже и позднего средневековья, но это средневековые, они вымощены не только булыжником, но и костями животных, которые ели шымкентцы. И для того, чтобы не, ну, там экономическая, наверное, ситуация в том числе влияла на то, что люди просто выносили кости и укладывали их дорогой. Вот такие центральные дороги, они есть. Кусочек даже открыт. Мы вчера увидели, к сожалению, заросшие
части этого нашего музея под открытым небом. Уже осыпается жертвенный слой и видны оригинальные конструкции, которые тоже будут под влиянием дождя, снега осыпаться. И хотелось бы, чтобы наши городские управленцы обратили на это внимание и сохранили хотя бы то, что мы на сегодняшний день имеем. Міне, мәдениеттегі мәселелер өз қорғаушысын күтіп тұр. Кесенелерге де мән беріп, ертеңімізге жарқын қадам жасау үшін сайрамды дамытуға түпкілікті концепция керек. Әрине, құзырлы органдар дер кезінде бұған көңіл бөлмесе, тарихи нысандар жатқан аумақтар коммерциялық мақсатта қолды болып кетуі мүмкін. Мұны жергілікті тарихшы Миралим Мирхадыров та айтып отыр. Сондықтан бұл мәселеде Асқат Оралов басқарып отырған Мәдениет министрлігі назар аударса дейміз. Салтанат Тойболова, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.